Әлемді жаулаған індет COVID-19 тек біздің елге емес, төрткүл дүниеге өзіндік әсерін тигізді. Әлі де тигізуде. Тұралап қалған сала көп. Экономикаға әсер етті, ал туризм төңірегінде тіпті тіл толғатпай-ақ қояйық. Десе де, көш ілгері жылжудан жаңылған емес. Білім саласы да 4-ші тоқсанды мүлдем басқа форматта, басқа жағдайда қарсы аламыз деп ойламаған шығар. Десе де, көнді, игерді, аяқтады. Армысыздар, эфирде журналистік зерттеу, студияда мен Орынгүл Махмуд. Ертең 25 мамыр, яғни мектеп оқушылар үшін маңызды күн. Қашықтықтан оқыту біздің облысымызда кімге қалай әсер етті? Бүгін біз осы тақырып төңірегінде ой өрбітеміз. Алда көретіндеріңіз. Қашықтықтан оқыту жүйесі қалай жүзеге асты? Келін бетін кім ашса солыстық дегенде ең бірінші біз зумнан бастадық, шындығы керек. Бала не дейді? Қашықтан оқыту арқылы қазір мысалға компьютерлік құзыреттілік секілді дағдыларымыз дами түсті. Өмірдегідей байланысқа жете алмады. Ата-ана не түйді? Өздігінен үйренеді деп ойлаймын. Сыңғырла соңғы қоңырау. Я, бұл шара тек бұл мектепте ғана емес, өңіріміздің барлық білім беру ошақтарында салтанатты түрде 25 мамыр күні аталып өтілетін. Ал биылғы жылы әлемдік індетке байланысты 1-ші және 10-ші сыныптар аралығында соңғы қоңырау қашықтықтан соғылатын болады. Ал түлектер жылды қалай қорытындыламақ? Төтенше жағдай жарияланған соң білім және ғылым министрлігі тарапынан қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру әдістемелік орталық, әдістемелік кабинеттерге жүктелді. Өйткені бұл дәл осы ұйым құзыретіндегі функционалдық міндетке кіреді. Бастапқыда бәрі бір шошынды, кейін көнді, үйренді, жасады. Атырауда да бұл істі Атырау облыстық білім беру басқармасының әдістемелік орталығы жетектеді. Педагогикалық қызметкерге әдістемелік бағытта қолдау көрсетуді көздейтін мекеме тапсырма келісімен іске білек сыбана кірісіп кеттік дейді. Ең алғашында әрине бір түсініксіз әлем сияқты бір ой болды біздерде. Сондықтан қашықтықтан оқыту дегенде бұрын соңды көрмегендіктен, бұрын соңды ол біздің тәжірибеміз, іс тәжірибемізде болмағандықтан, ертең 6 сәуір деген күні кәдімгідей үлкен қиындық болды. Ол жалпы орта білім беру бойынша. Ал енді 16 наурыздан бастап техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары көшіп кетті. Енді оларға кішкене жеңілдеу болды. Себебі оларда бұрыннан Edus сияқты, жаңағы Platonus сияқты программалар бар. Сол программалардың арқылы олар студенттермен кері байланыс жасау, оларға жаңа тапсырмалар беру, мұғалімдердің қатысын қарап отыру, сабақтың тақырыптары, барлық мәселелер бойынша оларға ыңғайлы болды. Ал мектепте енді өзі-ақ түсінікті бұл бағыттағы программалар жоқ. Сондықтан бұл енді бір үлкен қиындық туғызған мәселе болды. Я, бастапқыда бәрі қиын болды. Тығырықтан шығудың бірден-бір жолы алдымен өз әдіскерлерін үйретіп, оқытып алу болатын. Себебі түсінікті ғой, біз әдіскерлеріміздің өзі бұл жаңалықтарды білмейді. Алдымен біз әдіскерлерді оқытып алу үшін осы конференц-залға жинай отырып, бірінші өзіміздің бүгінгі күні бар 30-ның үстінде әдіскер бар осы мекемеде. 30-ның үстінде әдіскерді әдістемелік бағытта ең алдыңғы пайдаланғанымыз бұл Zoom дейтін жаңағы бағдарлама болды. Ол енді үлкен жаңағы ажиотаж туғызғаны да белгілі ғой енді халықтың арасында. Бірақ шындығы керек, Zoom бізге көп көмектесті. Zoom бізге көп көмектесті, біз оны тіпті жақсы көріп қалдық деуге де болады. Енді WebEx Meeting сияқты, одан да басқа жаңағы Skype сияқты мүмкіндіктер бар ғой. Олардың барлығын біздер Microsoft Teams сияқты жаңа бағдарламалар бар. Оның барлығында пайдаланып жатырмыз. Бірақ енді әлгі келін бетін кім ашса солыстық дегенде ең бірінші біз Zoom-нан бастадық, шындығы керек. Қала мен аудандардағы, яғни 8 өңірдегі әдіскерлер бар, сол жаңа әдістемелік кабинеттің басшылары бар. Оларға арнап біздер түрлі формуларды үйреттік. Бұл қандай формулар болады? Бұның ішіне жаңаға бана Google Classroom сияқты, ClassTime сияқты, Quiz сияқты жаңа программалар бар. Күнделік кезет бізге көп көмек көрсетуге болады. Әрі қарай біз ұстаз бен шәкірттің өз аузынан бар жағдайды білуге әрекет жасадық. Жалпы білім беретін мектептің оқушысы кішкентай Азат ойын былайша жеткізді. Біз үйде оқып жатырмыз. Бірақ не дегенмен мен класстастарымды, мұғалімді, мектебімді сағынып жүрмін. Бізде сотка бәрі жетіп тұр. Және оңай
қиын болып жатса біреулерімізден сұрап біліп отырамыз. Қашықтан оқыту не дегенмен оңай болады, бірақ уақыт кішкене жетпейді сол жағынан болмаса. Бір жақсысы, бізде БЖБ-тжыларымыз 1 сағаттан бері отыр. Бізде телевизордан болады. Телевизордан біз вообще үлгермейміз, бар жоғы 10 минут содан болады, тезет айтты. Және жауабын бірден беріп қояды. 5-ші класста енді кәдімгі өзім мектебіме барып оқимын деп ойлаймын. Ал кейбір отбасыда техника жетіспеушілігі сынды жағдайларда орын алып жатты. Оны ұстаздар былай шешті. Алғашында бұл бізге оңай тиген жоқ. Себебі оған біріншіден ата-ана дайын болған жоқ, мұғалім де дайын болған жоқ, оқушы да дайын болған жоқ. Себебі қазіргі жағдайда әркімнің әлеуметтік жағдайы әртүрлі, сондықтан да жаңағы біреуінің үйінде байланыс жүйелері, яғни компьютер, ноутбуктері, болмаса смартфон телефондары болмады. Біз оны шешу жолын іздедік. Мектеп әкімшілігі тарапынан сондай аз қамтылған отбасыларға мектептің балансында тұрған компьютерлерді біздер уақытша келісімшартпен бердік. Яғни барынша оқушыға мүмкіндік жасауға тырыстық. Сынып жетекшілері әсіресе бұл жерде көп жұмыс атқарды. Ал директорлар бұл жағдайда жетекші ретінде үлкен рөл атқарғаны сөзсіз. Мәселен, ел абдырап жүрген шақта олар іштегі кадр мәселесін оңтайландырып, ыңғайға сәйкес шешімдер қабылдауға тырысты. Енді өздеріңізге мәлім, елімізде төтенше жағдай жарияланғаннан бері біз мектепте штаттық режимде жұмыс жасадық. Яғни оқушылар онлайн режимде оқып жатқан болса бастап, мұғалімдеріміз жаппай пән мұғалімдері бастауыш сыныптан бастап барлығы онлайн режиміне көшті. Техникалық қызметкерлеріміз олар өздерінің кезекті еңбек демалысы келіп тұрғаннан кейін сол бойынша еңбек демалысына жіберілді. Бізде жаңағы 42.500 алатын ондай не кездескен жоқ. Ешқандай кедергі, ешқандай жаңағы реніш дегендер болған жоқ. Бірақ штаттық режимде күніге жаңағы әкімшіліктен әр лауазым қызметкерлері өздері тиісінше 1-2 сағаттан жұмыстарын жасап кетіп жүрді. Бұл жалпы білім беретін мектептердегі жағдай жайы. Ал Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары қандай жүйеде білім алғанымен танысу үшін біз бұл мектеп оқушыларымен де тілдестік. Жалпы қашықтан оқыту қазіргі дүниежүзінің білім беру саласына үлкен соққы бола білген бір жағдай. Біздің елімізде осыған көшкен болатын, соның ішінде біздің зияткерлік мектеп оқушылары бізге арнайы белгіленген Microsoft Teams атты платформасы арқылы қашықтан жүргізуді оқыған болатынбыз. Сәуір айының 6-сынан бастап осы қашықтан оқыту жүзеге асып келуде. Әрине бастапқысында біздерге де, мұғалімдерге де үйренісіп кетуге қиын тудырды, себебі платформаның тілін түсіну деген секілді етіп. Десе де, енді уақыт өте үйреністі, көрді, қалай екендігін. Бұның бір жақсы жаңағы егерде тақырып түсінбей қалып жатса, мысалы мұғалімдер тарапынан сол сабақтың бейне таспасы сақталады, соны біз қайта қарай отырып тақырыпты қайталай аламыз деген секілді етіп, немесе қашықтан оқыту арқылы қазір мысалға компьютерлік құзыреттілік секілді дағдыларымыз дами түсті. Енді кез келген нәрсенің ағы мен қарасы да бар, қашықтан оқытудың да өзіндік бір әлсіз тұстары да болды. Біріншіден енді достарымызбен, сыныптастарымызбен байланыстан айырылық деп айтсақ та болады. Шын мәнісінде өмірдегідей байланысқа жете алмады. Ол біріншіден, екіншіден енді кейбір тұстарда бақылаусыз қалдық деп айтсам болады. Себебі біздің оқушылар арасында болды, жаңа кейбір жағдаяттар тапсырма берілген сәтте тапсырма я болмаса кеш тапсырылды, я болмаса мүлдем тапсырылмады деген секілді етіп, міне осындай бір өзіндік жаңағы тұстары да бар қашықтан оқытудың. Бек аталмыш мектептің талантты, білімді шәкірттерінің бірі. Алдағы уақытта Назарбаев университетінде немесе шет мемлекеттерде жоғары білімін алып, өңіріміздің экономикалық үдерісіне тың серпін беретін білімді маман атануға ниетті екенін де жеткізді. Ал оның ұстазы Айтолқын Байжанқызы да өз үйінде отырып, шәкіртімен тікелей байланысқа шығып, курстық жұмысты тағы бір пысықтап алды. Жалпы курстық жұмысты жүргізу барысында қандай зерттеу әдістерін қолдандың? Ең алдымен енді деректерді талдау, қандай талдау жүргіздім. Тақырыбыма қатысты
түрлі деректермен, ғаламтордағы сілтемелермен, монографиялармен танысып, соларды зерттеген болатынмын. Бұл жаңа болды. Барлық ұстаздар қауымы үшін бұл жаңа болды. Біз өзіміздің айтып отырмын, мұғалімдерді өздерінің оқушыларымен қасында жүріп, оларға сөйлесіп, олардың бағана көңіл күйлерін біліп, үйренген ғой. Тапсырма орындағанда орындамай жатса, қиын болып жатса көмектесіп деген сияқты. Ал енді бұл біз компьютерден ғана көріп қала отырмыз да, сол кішкене көңіл күйлерін ғана біле алмадық та, қалған жағдайларда барлығы өте жақсы болды деп есептеймін. Бұл енді біздер үшін алдағы уақытта бұл әдісті осы қашықтан оқытуды әлі де қолданатын боламыз. Себебі тек қана сабақ барысында емес, жалпы оқушымен жеке жұмыс жасағанда, оқушылардың ғылыми жұмыс зерттеулерінде, оқушымен белсенді байланысты ұстап тұру үшін бұл әдіс өте қолайлы болып табылады. Қазіргі тез өзгермелі заманда дарынды оқушылардың зияткерлік әлеуетін дамыту және жетілдіру болып табылады. Сондықтан қазіргі біздің миссиямыз қазіргі қоғамда болып жатқан оқиғамен сәйкес болды деп айтсақ болады. Осы миссиямызды біз орындап, осы жағдайда жүзеге асыра алдық деп есептеймін. Бектің отбасында 3 оқушы бар. 2 қарындасының бірі жалпы білім беретін мектепте оқиды. Осы орайда ата-ана пікірін естуді де жөн санадық. Назарбаев зияткерлік мектебінің қашықтықтан оқыту әдісін ұйымдастыруы жоғары, деңгейі жоғары болып. Мұғаліммен тікелей байланыста отырады оқушы. Сыныптастармен де бірге бәрі байланысып, сабақтарын сөйтіп оқиды. Жалпылама мектептің әдісін айтатын болсам, мұнда енді телевизор арқылы көреді сабағын, бір 10 минуттай уақыт беріледі әр сабаққа. Мұғалім түсіндіреді телевизордан. Сосын келіп күнделік арқылы бала жаңағы үй тапсырмасын орындайды, сынып жұмысын орындайды сол жерден. Эмоционалды байланыс болған дұрыс деп ойлаймын өзім мұғаліммен оқушының арасында. Негізі енді былай өздігінен үйренеді деп ойлаймын. Материалдарын іздейді сабаққа керекті, интернет арқылы, тағы басқа сайттардан, керекті сайттардан білімдерін алады өздерінің. Бір минустарын айтатын болсақ, егерде бұнда жаңағы дене шынықтыру сабақтары қалып қойып тұр балаларда. Сосын практикалық жұмыстары, лабораториялық жұмыстары жасалынып көрсетіліп отырған шығар, бірақ өздігінен бала жасалынбайды. Еліміздегі болып жатқан жағдайға байланысты болғандықтан, енді алдымызда амандық болса, бәрі түзеледі деп, балаларымыз қайттан мектептеріне оралады деген үлкен үмітіміз бар. Жалпы бұл жүйеге еніп кету егде жастағы ұстаздар үшін сәл қиындық тудырды дейді мамандар. Өйткені ақпараттық технологияны игеру басты мәселе болды. Десе де көпшілік ұстаздар үшін бұл өз мүмкіндігін қалт жібермей, ашықтық орнаған уақытты пайдаланып, өз деңгейлерін дәлелдеуге таптырмас мүмкіндік болғаны тағы бар. Тіпті мынандай да күндер болды, жаңағы мұғалімдер енді түрлі шаруаларын барлығын реттеп жинақтап алады да, кешкі сағат 10-да өткізсе қалай болады дейді. Содан 10-да бастап кеткен, енді ол мұғалім болғасын, өзі атымыз, біз түнгі 11-12-ге дейін де отыратын кездеріміз болды. Содан соң сабақтардың базасын жасай бастадық. Ол түрлі адамдар бар ғой, себебі ақпараттық сауаттылық деңгейі адамдардың әртүрлі мұғалімдердің. Соған байланысты видео сабақтар жасайтын мұғалімдердің саны да көбейді. Біз бұрын соңды білмейтін жақсы мұғалімдеріміз бар екен, олар өздері шығып, осындай жаңағы менің жетістігім бар. Осыны мен сізге ұсынсам қалай болады деген тақырыптарда бізде ашықтық, жариялылық пайда болды бір жағынан. Себебі әлеуметтік желіміздің де жаңағы жұмыс жасауын күшейттік. Ал білім сапасы төмендеді ме, әлде жоғарылады ма деген сауал туындайды осы тұста. Қазіргі уақытта сол қорытындыларын алып, мектептер 4-90-да қорытындылап жатыр. Енді осы 25 майдан кейін оқушылар қорытынды бағалары шығады. Сол уақытта әрине балалардың да білімдері көрсетіледі. Сол білімдер арқылы да біздер оқушылардың осы сабақты қашықтан оқыту кезіндегі қандай деңгейде болғандығын анықтай аламыз. Сыңғырла соңғы қоңырау. Бұл шара тек бұл мектепте ғана емес,
Өңіріміздің барлық білім беру ошақтарында салтанатты түрде 25 мамыр күні аталып өтілетін. Ал биылғы жылы әлемдік індетке байланысты 1 және 10 сыныптар аралығында соңғы қоңырау қашықтықтан соғылатын болады. Биыл мектеп бітіруші түлектер арасында 229 алтын белгіге, 183 қызыл аттестатқа үміткер бар. Ал жалпы мектеп бітірушілер саны 5000 шамасында. Түлектер үшін аттестат алу рәсімі қалай болмақ, оны да білдік, назар салыңыз. 3-4 маусым күні бұл мектеп бітіруші түлектеріміз бар. Мектеп бітіруші түлектер үшін бұл аттестат тапсырылады олардың қолдарына. Олардың ішінде алтын белгілер бар, олардың ішінде үздік аттестат иегерлері бар. Енді сол балалардың осы мектеп бітіру кештері қалай өтеді деген, яғни соңғы қоңырау соғылу рәсімі қалай өтеді. Алгоритмі берілді бізге, қалай өткізілетіндігі жөнінде. Бұнда жаңағы мектеп бітіруші түлек сөйлейді, мектептің басшысы сөйлейді, содан соң жаңаға түлектің өзі ата-ана сөйлейді, сынып жетекшісі сөйлейді. Мінекей осындай жаңағы алгоритм берілді, сосын балаларды бұл ашық аспан астында өтеді бұл күнгі шара. Және егерде мектепте мысалы бір сынып болмайды, 4 сынып немесе 5 сынып болуы мүмкін. Ол 5 сынып бір сынып келеді, А сыныбы дейік, келесі 20 минуттан кейін Ә сыныбы келеді, одан кейін 20 минуттан кейін Б сыныбы келеді. Бір-бірінен кейін кезектесіп келеді. Онда да балалар жаңағы ашық аспан астында тұрған кезде 1,5 метр, 2 метр шамасындағы арақашықтық сақтала отырып, балалар осы салтанатты шараға қатыса алады. Бұл салтанатты шараға енді ата-аналар әр отбасынан бір немесе 2 ата-анадан қатыса алады. Салтанатты шара қонақтарсыз, өзге қонақтарсыз жаңағыдай өткізіледі. Ал 20 мамырдан бастап өңірде мектепке дейінгі мекемелердің 5 адамнан аспайтын тілдік және өзгеде үйірмелердің жұмысы қайта жанданды. Бұл Атырау облысының бас санитарлық дәрігері Темірбек Мұсағалиевтің 16 мамырдағы 44-ші қаулысына енгізілген өзгерістер нәтижесінде белгілі болды. Төтенше жағдай режимі аяқталып, карантин әлі де жалғасуда. Дегенмен сақтық шараларын ұстана отырып, көптің талабымен 20 мамыр күні қаладағы 42 балабақшада кезекші топтар ұйымдастырылды. Біз барлық мейрамхана, кафе, кәсіпорындар мен өзге де сауда үйлерін аша алмадық. Біз меншік нысанына қарамастан барлық балабақшаларда кезекші топтарды ұйымдастырдық. Сонымен ғана 5 балаға дейін баратын үйірмелерге ғана рұқсат етілді. Карантин уақытында мемлекеттік балабақша тәрбиешілері ең төменгі жалақымен қамтылды. Ал мемлекеттік балабақшаларға үкімет тарапынан бөлінетін тамақтың қаражаты қалай жұмсалуда? Тамақтану мөлшерін 3 жасқа дейін 400 теңге, 3 жастан жоғары 500 теңге. Ол ата-ананың есебінен жүргізіледі, барған күніне ғана төленеді. Ал қалған шығындардың барлығы ол мемлекеттің бюджет ақшасы негізінде төленеді. Қалалық білім бөлімінің бас маманы Айжан Есмағанбетованың айтуынша, балабақшаға бару үшін бірнеше талап қойылған. Кезекші топтарда бір топта баланың саны 15 баладан артық болмайды. Сонымен қатар ата-анасының екеуінен де жаңағы жұмыс жасайтындығы туралы анықтама қажет, соны талап етіледі. Және де баланың учаскелік педиатрдан анықтама талап етіледі. Айта кетейік, жалпы Атырау қаласында 46 мемлекеттік, 54 жекеменшік балабақша бар. Өкінішке орай біздің облысымызда да аталмыш індет бар екенін білеміз. Бастысы бұл қиындықтан да аман-есен құтылу, кең таралуына жол бермей, деннің саулығын сақтау. Бүгін біз сіздің назарыңызға білім саласындағы қашықтықтан оқыту жүйесі қалай жүзеге асқандығын көрсетуге тырыстық. Расымен де бұл ел бірлігінің бекем бола түскен шағы болғандай. Бұрын соңды бұл жүйе болмағандықтан бастапқы кездегі толқулар мен түсінбестіктерде біртіндеп өз шешімін тапты. Ұстаздың да қадірін түсінгендейміз. Ата-ана өз тарапынан балаға үлкен жауапкершілікпен қарады. Әрі технологиямен бұрынғыға қарағанда бірнеше саты етене жақындай түстік. Қандай жағдай болмасын, бастысы ел тұтқасын тізгіндер талантты ұрпақ тәрбиелесек болғаны. Апта сайын түйткіл түйінін бірге тарқатайық. Бізге шағымданыңыз.